Hello students, how are you? Сәлеметсіңдер ме оқушылар, қалдарың қалай? Бүгін біз 4-ші сыныпқа арналған People's Book кітабынан 26 және 27 беттеріндегі тапсырмаларды орындайтын боламыз. When I was little, мен кішкентай болғанда. At the page 26. Exercise number 20. Listen, read and choose. Тыңда, оқы және де таңда дейді. Тапсырмада бізде екі мәтін берген, екі мәтінді оқып шығамыз, одан кейін астындағы тапсырманы орындаймыз. Кім айтқанын табуымыз қажет, Тим немесе Роб. Бірінші мәтін. When I was little, I was naughty, but I was cute. Мен кішкентай болғанда тентек болдым, бірақ мен сүйкімді болдым. My favorite place was the fun fair. Менің сүйікті жерім фан-фэйр, яғни ойын-сауық, ойнайтын жерді айтады. I went there with my mom and dad. Мен ол жаққа анаммен және әкеммен барамын дейді. My favorite toy was my drum and my favorite game was oxo. Менің сүйікті ойыншығым барабан болды және де менің сүйікті ойыным ол оксо болды. Оксо дегеніміз ол ойынның аты. My favorite animal was my pet dog, Peggy. Менің сүйікті жануарым, үй жануары, ит, Peggy болды дейді. By Tim, бұл Тимнің әңгімесі. Енді екінші мәтінді оқиық. When I was little, I was funny. Мен кішкентай болғанда funny деген күлкілі, яғни веселі болдым. Яғни көңілді болдым. My favorite place was a museum. Менің сүйікті жерім ол музей, яғни мұражай болды дейді. My hero was Einstein. Менің батырым Эйнштейн болды дейді. Hero дегеніміз қазақша негізі батыр, бірақ бұл жерде мағынасы менің үлгі тұтатын адамым Эйнштейн деп айтып тұр. Келесі сөйлем. My favorite food was ice cream and my favorite clothes were my blue shorts. Менің сүйікті асым ол балмұздақ болды және де менің сүйікті киімдерім бұл менің көк шортиым болды дейді. I wore them all the time. Мен барлық уақытта осы киімді киетін едім дейді. Бұл Робтың әңгімесі. Енді астында тапсырмаға қараймыз және де 4 сөйлем берілген. Бұл сөйлемдерді кім айтқанын табуымыз қажет, Тим немесе Роб. Бірінші сөйлем. I was naughty. Мен тентек болдым деп кім айтты? Тим айтты. Екінші. I was funny. Мен көңілді, яғни смешной болдым дейді. Бұны кім айтты? Роб. Үшінші. My favorite food was ice cream. Менің сүйікті асым балмұздақ болды дейді. Бұны кім айтты? Тим or Роб? Жауабы Роб. Төртінші сөйлем. My favorite toy was my drum. Менің сүйікті ойыншығым барабан болды дейді. Бұны бізде кім айтты? Тим айтты. Exercise number 21 at the page 26. Over to you. Read and complete. Оқы және де толықтыр дейді. Бос орындарды толықтыру қажет. Бірінші. When you were little. Сіз кішкентай болған кезде your favorite food was. Сүйікті асың қандай болды? Favorite color was. Сенің сүйікті түсің қандай болды? Яғни біз жауап беруіміз қажет. Бірінші сөйлемді оқимыз. When I was little, my favorite food was cake. Мен кішкентай кезінде менің сүйікті асым торт болды. Екіншісінде бізде when you were little, your favorite color was. Сен кішкентай кезінде сенің сүйікті түсің қандай болды деп сұрап тұр. Енді біз өзіміздің сөйлемімізді жазамыз. When I was little, my favorite color black and white. Мен кішкентай кезінде менің сүйікті түсім қара және де ақ болды. Үшінші. When I was little, my favorite toys were Barbie. Мен кішкентай кезде менің сүйікті ойыншығым Барби болды. Төртінші. Мен кішкентай болған кезде менің сүйікті киімім қызыл көйлек болды. Бесінші. Мен кішкентай болған кезде менің сүйікті батырым, яғни үлгі тұтатын адамым Спайдермен, Человек-паук, яғни
Паук адам болды. When I was little, my favorite animal was cat Coco. Мен кішкентай болған кезде менің сүйікті жануарым ол Коко мысығым болды. 7. When I was little, my favorite place was park. Мен кішкентай болған кезде менің сүйікті жерім ол парк болды. 8. When I was little, my favorite fairy tale was мақта қыз. Мен кішкентай болған кезде менің сүйікті ертегім ол мақта қыз болды дейді. Мен осындай сөйлемдер құрастырып шықтым. Сіздер өздеріңізге ұнаған кез келген затты, кез келген жерді, кез келген түсті жаза берсеңіздер болады. Келесі exercise number 22 at the page 27. Let's think. Өлеңді оқиық. A long, long time ago, before you and before me, life was very different way back in history. Ұзақ жылдар бұрын, сен және мен толмай тұрып, өмір әртүрлі болған, сол үшін тарихқа оралайық. There were people like the Vikings. The house was on big room. They sailed the seas in long boats and made clothes on a wooden loom. Адамдар викингтер сияқты болған, олардың үйлері үлкен бір бөлмеден тұрған. Олар теңізде үлкен қайықпен жүзген. Және де киімдерін ағаш станогында жасаған. The Romans and Egyptians, the Tudor kings and queens. And don't forget the Aztecs, they are also interesting. Римдіктер және египтіктер, Тюдор секілді король және королева, яғни патша және патшайымы болған. Және ацтектерді де ұмытпау қажет. Олар да өте қызықты дейді. Exercise number 23, thinking. What's the main idea of the song? Choose. Өлеңнің бастапқы мағынасы қандай дейді? Таңда дейді. A. Life in the past was different but very interesting. Өмір әртүрлі болған, бірақ өте қызықты. B варианты. People like the Vikings and the Romans lived a long time ago. Адамдар викингтер сияқты және де римдіктер сияқты ұзақ жыл бұрын өмір сүрген дейді. Exercise number 24. Look, read and write yes or no. Қара және де оқы, одан кейін я немесе жоқ деп жазу қажет. Бізде осы жерде 4 сурет берілген, 4 суретті оқып шығамыз. Біріншісі Emirate Towers 1. Нұрсұлтан, Қазақстан built in 2010 meter high. Нұрсұлтан, Қазақстан 2012 жылы соғылған 210 метр биіктікте. Бұл изумруд мұнарасы. Екіншісі Eiffel Tower. Eiffel мұнарасы. Paris, France built in 1889 324 meter high. Париж, Франция 1889 жылы соғылған 324 метр биіктікте. Эйфель мұнарасы. Taipei, Taiwan built in 2004 508 meter high. Тайбэй, Тайванда 2004 жылы соғылған 508 метр биіктікте. Келесі Бурдж Халифа. Dubai, United Arab Emirates built in 2010 828 meter high. Дубай, Біріккен Араб Эмираты 2010 жылы соғылған 828 метр биіктікте. Енді асында тапсырманы орындаймыз. Бірінші, The Eiffel Tower is the oldest of all. Эйфель мұнарасы барлығынан да ең ескісі дейді. Я жауабы. Екінші, Taipei 101 is taller than Burj Khalifa. Taipei Бурдж Халифаға қарағанда 101 есе ұзынырақ дейді. Жауабы no. Үшінші, Emerald Towers 1 is the newest of all. Эмеральд мұнарасы басқаларына қарағанда жаңарырақ дейді. Жауабы я дұрыс. Себебі ол 2012 жылы соғылған. Төртінші, The Eiffel Tower is shorter than Emerald Towers 1. Эйфель мұнарасы Эмеральд мұнарасына қараған кезде қысқағырақ дейді, қысқалау дейді. Жауабы no, жоқ.
Себебі Эйфель мұнарасының биіктігі 324 метр, ал Эмеральд мұнарасының биіктігі 210 метр. Бесінші сөйлем. Бурдж Халифа is newer than Taipei 101. Бурдж Халифа Тайпейге қараған кезде жанарақ дейді. Жауабы yes, себебі Бурдж Халифа 2010 жылы соғылған, ал Тайпей 2004 жылы соғылған.